Көк биенің киесі. Әңгімем. Бірінші бөлім. Айзат Рақыш. Үйдей төбетінің барын білмеппін, деп таласпай әлде қызғанғаны, әлде сүйсінгені белгісіз, даусы жарықшақтана сөйледі. Жақында ғана әкеліп едім, содан білмегенсің ғой. Әрі үйде ештеңесі де жоқ. Асыл тұқымды төбеттің күшігі. Қанибек баяғы ақ жарқын мінезіне басып, таласпайға бәр мән-жайды тәптіштеп түсіндірдім. Сөйтті де оны жазғы үйіне бастап әкелдім. О, Сәбила, сұлулығыңмен қара көлеңке бөлменің ішін нұрға бөлеп жүрмісің? Таласпай Сәбиланы көріп, бірден көңілді райға ауыстым. Қанидың құрдасы, амансың ба? Төрлет, мен шай қамдайын. Шіркін ауыл қазағым. Қонақ келсе, Алладан нұр жауғандай қуанатын, мейманы риза болып аттанса, бар дүниенің шапағатына шомылғандай рахаттанатын, шақырусыз келдің-ау деп көкірекке теппейтін, сол кең пейіне бола үйінен құт береке кетпейтін ауыл қазағым. Жазылмаған жайсаңдық қағидалардың төресі де, ағытылар әңгіменің өресі де осында ғой. Бірақ атам қазақтың салтымен шай ішіле сала, Қанибек құрдасынан не бұйымтайы барын сұрадым. Таласпай жай ғана амандық сұрасуға келгенін айтты. Сәбиланың шайын терлеп отырып ішкенде бір ғанибет қой. Осы тойғанымен қайтайын. Балалар шаруаға қырсыз, өзім бас көз болайын деп таласпай шығуға айналдым. Жарайды, шаруаңнан қалма деп Қанибек қонағын әудем жерге дейін шығарып салды. Қақаны, мана бұйымтайың бар ма деп едің ғой. Таласпайдың есіне әлдене түскендей, өзгеде есесі кетіп бара жатқандай қақала шашала сөйледі. Маған ана төбетіңді сыйла. Талас, басқа бірдеңе өтінші. Өзім сонша жерден қолқалап алған күшігімді бере алмаймын. Әй Қани, жаңа ғана қазақ болып бұйымтай сұрап едің, енді кәпір болып езуін көпіріп шыға келдің бе? Таласпай бірден ашуға бастым. Жеті атасының жиғаны қолынан сусып бара жатқандай безек қақтым. Ренжи көрме, мен ол төбетті. Қанибектің сөзінің соңын тыңдамаған құрдасы жөней бердім. Кенет арық шетінде кішкентай қолынан бауырына алып тұрған көк биені көзі шалды. Сол баяғы дегені уысына түспеген, өзегін запыранға толтырған кеш есіне түсті. Көк бие ол кезде тай еді. Таласпай жылқы тани білетін қазақтың бірі. Тұрқызын тайға бірден көзі түскен болатын. Әдетінше атымтай жомарттай болып жүретін Қанибек сол жолы да сарандық танытты. Тайым бұған жетектетіп жібермеген. Кейін сол тай талай тайып алған жорғалардың енесі болдым. Міне, сол күңгірт кеш санасын сілкіп өтіп, көңіліндегі ескі қыжылы ақырындап ояна бастады. Пендені әзәзіл азғырам десе әп-сәтті екен ғой. Көк биесін көрген Қанибек оған жақындап келді. О, жануар, құлының жас болған соң ауыл сыртындағы жайылымға да шыға алмай жүрсің бе? Жаздың күні өз аузыңмен жұлып жемеген шөп шүйгінді болмай жүрме? Көк бие иесіне мұңын шаққан жоқ. Керісінше, құлынымен бірге ауыл үшін жайылымға айналдырғанына риза іспеттім. Көзінен аналық мейірі төгіле, қасқа құлынының тұмсығымен түртіп қойдым. Құлыны енесінің бұл түртуін ойынға балап, бірден оның бауырынан сытылып шығып, ойнақтай жөнелді. Биенің мөп-мөлдір жанарынан ана атаулыға ғана тән перзентіне деген алаңдаушылық көрген Қанибек, «Иә, сен де анасың» деп күбірледі. Оның күбірін қостағандай, көк бие басын шұлғып жіберді. Үйіне қарай аяңдаған есің соңынан құлынды бие өзеріп келеді. Ауылдастары осы қасиетіне Қани төрт түліктің тілін біледі деп қылжақтайтын. Кешкі сауымға дейін іздетпей өзі келеді. Осы көк бие расымен де ақылды деп Сәбила алдарына шықты. Иә, ақылды. Мал есіне тартпайтын беді. Қанибек ақырын әзілдей жымиды. Айны қатесі тартқаны шын, айтпақшы. Құрдасың екең сонша не айттыңдар? Сүт пісірім уақыт өтті. Шай үстінде сұрамаған бұйымтайын айттым. Буынсыз жерге пышақ ұрған соң жоқ деп едім, ренжіп кеттім. Баяғыда тай сұрап еді, енді не қол қалады? Ит сұрады, бере алмадым. Құтжолды балалар да жақсы көреді. Оны бере салсаң, олар қиғылық салар еді. Бермегеніңде дұрыс болды. Мен арықтан су алайын, кешке шейін біраз кір жуып тастайын. Тоғанға суға түсуге кеткен балалар да келіп қалар. Олар да іздетпей өздері келеді ғой. Маған тартқан деп Қанибек тағы қалжыңдады. Иә, бәр сенен аумай қалған. Сенің көшірмең секілді. Сәбила арық басында біраз бөгелді.
Сыздықтап аққан су жөпелемелде шелегін толтыра қоймады. Түбі Құдайдың қара суына да зар болмаса неттім. Онсыз да ауылдағы сәуегей әйелдер жоғар жақтан бір қалталы каналды бөгеп тары егеді екен, сосын қып-қызыл ақша табады екен деп сумаңдасып жүр. Сол көрегендер не десе де бұлжымай орындалатыны бар. Ұзын құлақтың сол сыбысы ауылдағылардың мазасын қашырғалы бір жаз өтті. Әзірге шиделіні ешкім судан қақпаса да, бір қауіп бардай жұрт сол тақырыпты көп әңгіме ететін. Әй Сәбилаш, судан шабақ аулап отырмысың? Шар еткен дауыстан Сәбила басын жұлып алды. Көшенің соңында тұратын Нұржамыш екен. Аман есенсің бе? Көшенің басына оңайлықпен келмеуші едің ғой. Иә, қала қазақтарына ұқсап бізде бір-бірімізге жат болып барамыз-ау. Әркім өз ауласынан шықпайды. Ол келіннің үйіне барып, қайтып келе жатқан бетім ғой. Бәсе, жүзің жайнап тұр. Немерен қара құлақтанып өсіп қалған шығар. Тіл көзім тасқа, шыбырлап адам болып қалыптым. Мен бір қызықты көріп, түсіне алмай қалдым. Келін немеремді интернет дейтін пәлеге қарап бағады екен. Тамақты да сағатқа қарап отырып береді екен. Бала бағуды үйрететін ол интернет деген не нәрсе? Балаға зияны келмесе қарай берсін сол интернетіне. Біз ештеңеге қарамай-ақ баламызды бағып қақтық қой. Нұржамыш-ау, біздің қарайтын интернетіміз болды ма? Екеуі жарыса күлді. Кездесе кетсе, шүйіркелесе жөнелетін ауыл қазағының бір жақсы қасиеті, тіпті сұлулығы да осы ғой. Қарбалас тірліктің қызуымен жүріп те, амандық саулық сұрасу, тіпті оған кірмесе, бір-бірін түстерінде көріп, ертеңіне сол түстерін айтып отырып, кең жайылған дастарханда бас қосу, ауылдықтардың ғана бойына біткен ғажайып қасиет. Міне бүгінгі кеште солай аяқталды. Мал түгенделіп қораланды. Бөтен қой іздеп, жоғын қарағандарға қорасын ашып көрсетіп, реніш білдірмей жөн-жосық айтқандар. Бұзау еміп қойып, көршісінен сүт сұрай барғандар. Ауылдасының жоғалған малын өрістен көріп қалып, өзінікіндей көріп айдап әкеліп, иесіне табыс еткендер. Ертіс өзенінің қара масаларынан қорғанып, әр үйдің алдына түтін тұтатқандар. Ауылды үстінен қараған адам осыншама тірліктің қайнаған сәтін көріп, құмырсқаның елеуіне теңермеді. Қанибектің іздеусіз-ақ өздері келетін қосылы мен қызы шаруаға шамалары келгенше араласып, кешкі аста ғана байыстапты. Ауыл баласы шаршауды білмейді ғой. Қараңғылық мысы басқан мезетте Қанибек қора жақта бір шолып қайтты. Көк бие иесін көре сала жақындап келіп, Қанибектің иығына тұмсығын қойды. Мұнысы еркелегені. Жайбарақат түр танытқан биесін көріп, әлденеге көңілі жайланған отағасы үйіне кіріп кетті. Ал таласпайдың менмендігінен туған өкпесі ысқырынған ашуға айналды. Қара түнді жамылып, өз жанын тыныштандырмақ болды. Күндіз өз меншігі болмаған күшік Қанибектікі де болмау керек еді. Сонда ғана көңілі сәл де болса тыншитындай көрінді. Ел аяғы басыла, ұрыдай жасырынып келіп, күшіктің ит аяғына сеспей қатыратын у тастады. Аула дегенді қақпа тауланы білмейтін ауылдықтардың аңқаулығы қара ниетті қорқаудың арамдығын іске асыруына септігін тигізді. Ит аяқтағы тамаққа уды араластырып, өзі бұрышта сәл күтті. Кенет қайдан екені белгісіз күшік жетіп келіп өре бастады. Даусы мұндай зор болар ма? Мынау қасқыралатын мақтының өзі болайын деп тұр ғой деп, іші күйе сыбыр еткен таласпай, оны алдарқатып, атын атап өзіне ақырын шақырды. Құтжол деп айтқан адамдарды өзіне жақын санайтын аңғал күшік жетіп келіп еркелей бастады. Таласпай оның у қосылған тамақты жегеніне көз жеткізу үшін ұзақ отырды. Тығылған жерінен біреу-міреудің көзіне түсіп қалмас үшін амалсыз шығып кетті. Ал Құтжол арсалаңдап оны шығарып салды. Түн сұлуы ай барқыт көкті жасандырып, жұлдыздармен безендіріп бітті. Таңнан сыбыс келгенде асыл ай жарық атаулыны күн падишаға аманаттап өзі қыса берді. Таң сызылып атқанда жұлдыздар жасырынып, ару ай бір жолата кетуге қимай, ағараңдап аспан төрінде қалып қойды. Күн шығыстан көтеріле, ауылдың тынымсыз тірлігі тағы да басталды. Құтжолдың өлігін алғашқы болып көрген Гүлім жазғы үйге жау шапқандай ентелей кірді. Апа, көке, Құтжол шөпшарбақ жақта өліп жатыр, өліп қаптым. Аш қарын шауыруға қамдамайтын үй иелері таңғы шайларын енді алдаларына ала берген еді. Мына хабар оларды кәдімгідей абыржытып тастады. Гүлім,
Құтшыл түннің бір мезгілінде үріп еді ғой. Шапқылап жүрген тамағы тоқ күшік. Оған не болар дейсің? Жүрші көке, апа, өздерің көріңдер. Ол сондай аянышты күйде өліп жатыр. Гүлім өксіп жылап жіберді. Бәрі бірінің соңынан бірі андыздай шығып шарбақ жаққа барды. Құтшыл расымен де өліп жатыр. Сүйкімді күшік әдетінше керіле ұйықтап жатқандай. Тек ақсиып қалған езуі оған жасалған қастандықтың белгісіндей көрінді. Тоба, тоба, гүлім жылама. Тағы да күшік асыраймыз. Оған да Құтшыл деп ат қоямыз деп Сәбила қызын жұбата бастады. Әйтсе де өзі іштей тіксініп қалдым. Қанибектің есіне бірден күшігіңді маған сыйла деген Таласбайдың сілді даусы елес берді. Өтінбеп еді құрдасы. Әзірейілдей әмір берген. Жә, көзі жетпей күдіктенгені несі? Хайбат ойлап аллысына күнәлі болып жүрмесін. Қанибек ағыл-тегіл келген ойларының ағынын тежеп қорасына ұмтылды. Ол жаққа да төдеден бір тажал келіп қалардай қауіптенді. Төлінің басы көк бие аман екен. Бірақ бие мазасыз көрінді. Жастайынан жылқы баққан Қанибекке оның бұл беймаза кейпі түнгі әлде бір сойқанды сездірді. Бәлкім ол Құтшылдың қинала өлгенін көрген болар. Ауылды жерде отырып, жұмысқа әрекет жасауға кімнің дәті барды екен? Бұл таң осындай әбігермен атты. Балалар шошымасын деп, үлкендер күшіктің жағымсыз шөп жеп уланып өлгенін айтты. Оған оңайлықпен сенген балалар болмады. Құтшыл ара-тұра шөп жейтін, бірақ ол таңдап өзіне керектісін талғап жейтін деп ортан жолы Асқар қарсы шықты. Құтшыл басқа бір иттердей ауылды кезіп өрексе жемейтін, оның улануы мүмкін емес деп кішілі Асқат та қояр емес. Күшікті кеше жазғы үйге кіре берісіне қамай салғанда өлмейтін еді деп күлім ботадай боздап қояр емес. Жә, сонша шулағандарың не? Өлер күшік өлді, басқасын әкеп береміз. Шайларыңды ішіп, тірліктерің тындырыңдар деп Сәбила тиіп тастағанмен, Қанибектің жүрегінде де бір түйткіл тарқай қоймады. Күн соңынан күн кідірмей өтіп, айлар аяңдап жылжи берді. Күшік оқиғасы да ұмытылғандай болды. Шөп шабу науқаны аяқталып, тұрғындардың дені шапқан шөптерін қораларына тасып үлгерді. Шығыс күзінің бір-ақ күнде қаһарлы қысқа айналып шыға келетініне ауылдықтар әбден үйреніп кеткен. Шаруаларында соған қарай мұқият реттеп алатын. Төрт түліктің ішінде тек түйе ғана ұстамайтын жиделіліктер өзгесін берекесімен өсіретін. Балалар мектептен келгенше шай ішіп алайық. Олар бүгін тым ұзақ бөгелді ғой. Сәбила шай қамдай жүріп, оқушы ұл-қыздарына алаңдады. Ұлдар екілік алып сабақ соңынан қалған шығар, ал Гүлім мектептің бір концертіне қатысам деп жүріп қалған болар. Осы сен қызды ұлдай көретінің не? Қызды қыз сияқты тәрбиелеу керек. Мен теріс тәрбие беріппін бе? Қанибек дастарханға жайғаса беріп, әйелінің сөзінің соңын күтті. Сен қызды ит құмар, ат құмар еттің. Түздің тірлігін тындыруға, қора жаққа баруға антығып тұрады. Ол табиғатына бар қасиет. Ұлдар атқа жақын емес, ал көкбиеге Гүлім кішкентай күннен мініп, өзіне етене етіп алды. Одан сен ренжитін ештеңе көріп тұрған жоқпын. Қанибек жайбарақат шайын сораптай қызының мақтауын асырды. Отағасы, айтпақшым, жаңалық айтпай ұмытып кетіппін ғой. Ауылға жаңа әкім келеді екен. Ұзын құлаққа мән бермейтінді білсең де, тосынға бар тасуыңды мүлде қоймайсың, деп Қанибек мырс етті. Анау-мынау емес, Нұржамшы айтты. Ол айтса қалт кетпейді. Әкімдікке Таласбайда таласқан екен. Осы сен құрдасыңды түрентіртіп жүрме? Таласбайдың таласпайтын нәрсесі жоқ. Бәрі өзіндік болса екен деп өңмеңдеп тұрады. Құдай берген 4 баласының амандығын тілеп, тып-тыныш жүрген білмейді өзі. Қанибек бала кезінен бірге өскен құрдасының соңғы кездері күрт өзгергенін түсіне алмай отыр. Жаңа әкімнің жылқы фермалары бар екен. Сен сол әкімнің бар мүлкінің тізімін алып алғаннан салмысың? Отағасы Байсалды қапынан танбай бас шайқады да қойдым. Жидеді 50-60-тай ғана түсіні бар шағын ауыл. Тәуелсіздік алған соң ғана қазақша атауға ие болған бұл ауылдың жалғыз мақтаны 9 жылдық мектеп еді. Соңғы уақытта ол да мақтаныш болудан қалып, кешегі сауыншылар мұғалім болған. Артына қойылған тіреулерге сүйеніп тұрған ескі мектеп ғимаратының 60 жылдық тарихтың куәсі. Осындай мың сан мәселеге малтыққан, тек мал бағумен ғана күнін көретін жиделіге жаңа кім келсе, көктен құтқарушы періште келердей, жұрттың елеңдейтіндей рас.
Ескі әкім есін шығарып кеткенде жаңа әкім жарылқай қояр ма екен? Бұл жағынан халықтың үміті зор болатын. Апа, сынып жетекшіміз сіздерге хат берді. Біреудің хатын ешқашан оқуға болмайтын себепті мен ол жазбаны аша алмадым. Гүлігім асығып-үсігіп күннің басты бедерін анасымен бөлісті. Ол не хат? Сәбила да қызығушылықпен бүктелген қағазды аштым. Ауыл халқын жаңа әкім мектепке кездесуге шақырыпты. Демек жаңа әкім тағайындалып та үлгерген екен ғой. Қане, мына жиналысқа сен бар. Мен барғанда не айтам? Ту шіркін-ай, сөзге жоқ адам едің. Жарайды, барсам барайын. Қанибек бәйбішесіне әзілдей келісті. Еркек болып сен бармағанда әйел басымай етегім желбіреп мен жүргірем ба сол жиналысқа? Бәйбішесі отағасының қағытпасынан шамданып қалды. Бәйбіше, сенің орның үйде. Апа, сен осы үйдің жүрегісің. Қызының бұл сөзіне екеуі де сүйсіне келді. Осы қызым сөз бастайтын шешем болады. Мүмкін малдары кері болар деп қалды әкесі. Қойшы, малдан басқаны көрмеген біз оңдық па? Әл сол малдың соңынан жүрген түріміз. Әйелі тыз етпей ашумен ұзақ сонар сөйлесе, тысқа шығып кету Қанибектің сүйек сіңді әдетім. Өзінің тұңғиық ойларын ретке келтіретін мекені қораға беттеді. Қылаланып қар түссе де, әрі қара да, ұсақ мал да әл тебіндеп жайылатын. Әсіресе көк бие бастап өзге жылқылар ауыл сыртына ұзап шығатын. Қасқа қолын қазір өсіп қалған. Енесінің ожақ бұжағына шығып шапқылап жүргені. Ол алыстап, құлдилай шапқыласа, көк бие қатты осқырынып жібереді. Бұл дыбысты ести сала, қасқа қолын бірден енесіне оралады. Осы ана мен бала арасындағы тілсіз түсінісуден Қанибек көп жайды ұғатын. Тілді жақты адамдар кейде бір-бірін ұқпай аразы болып жатады. Өз ойымен жүріп, қора ішін мұқият қарап шыққан отағасы шөп үйілген шарбаққа келіп отырды. Биылғы қыс қандай қатты ұзақ болса да, мана жинаған жем шөбі бар малына жетіп қалатынына Қанибек тым сенімді. Әй Қани, шөбіңе қарап нендей ойға батып отырсың? Барқылдай шыққан дауыс жігіт ағасының ойын шашыратып жіберді. Талас, қашан келіп қалдың? Амандық па деп құрдасының жерден шыққандай сап етіп жетіп келгеніне сескеніп қалғанын аңғартпауға тырысқан Қанибек байсалды сөйледі. Бұйымтайым бар деп қырылды Таласбай. Құлағым сенде? Мен соғымға жылқыз деп едім. Сенің құлақ құнаныңды көрдім. Бағып қағуын келістіріпсің. Соны маған сат. Мен ешкімге мал сатам демедім. Бағасын сен айт, мен келісе саламын. Таласбайдың жүзі қара отып, белгісіз алақойының ішінен шыққандай бұйыра сөйлеп тұр. Сатпаймын дедім. Сен неге осы көк биеге жабыстың да қалдың? Маған ит бітсе оған көз тігесің. Неге? Өзіңнің дәулетің тасып тұр. Мендегі барға неге көз сала бересің? Соны түсіне алмадым. Бұдан ары жұмсақ әңгімені жалғастыруға сабыры таусылған Қанибек тік кетті. Мен үйір-үйір жылқы ұстасам да, сенің көк биеңдей жүрістісі жоқ. Ел жорға жарыс болса, сенің көк биеңнің тұқымдары алады деп, бәйгені саған бөктеріп мақтап отырады. Сен асыраған итте ел аузында жүреді. Мендегі 3 иттің бірінде әңгіме қылмайды. Енді тым болмаса, сол көк биенің бір құнанын қыс бойы жеп шықсам болмай ма? Қылғына сөйлеп, ішкі запыранын ашық ақтара салған Таласбайға Қанибек ақыра ұмтылды. Кет бұл жерден, қараңды батыр. Саған сатар малым жоқ. Ауыл ішінің бос әңгімесін мақтан көретінін білмеп едім. Кет. Балуан денелі ұзын бойлы Қанибектің аюдай ақырған даусынан жасқанды ма, әлде қақарлы жүзінен қаймақты ма, Таласбай жылыстай жөнелді. Көке, жиналыстан кешігесіз ғой деген қызының күміс қоңыраудай сыңғырлаған нәзік балаң үнні отағасына Сабыр ауылына алып келді. Езде салиқалы әке бейнесінен көшкен Қанибек қазан ерте үйіне кірді. Қос ұлы мектептен енді келді. Апаларының дәмді тәттісін қомағайлана асап жатыр. Екеуі неге сонша жүрдіңдер? Сабақтан соң басқа бір жаққа кетіп қалғанды қойыңдар деп ескерткенім кеше ғана ғой. Әке сөзіне ұлдары бірден жауап берді. Көке, әкім келеді деп мектептің бүкіл ауласын сыпырдық. Тоғайдың жапырақтарын жинап, аулаққа апарып төктік. Әкім келеді деп балалар жұмысқа салыпты. Сәбила отағасына шағымдана бастап еді, ол бірден тыйып тастады. Жұмыс десе, одан кем болып қалмайды. Тек соны әкімге деп емес, күнделікті таза ұстауды неге ойламайды екен бұл мектеп? Киімдерімді берші, жиналысына барып қайтайын.
Жиналыста таласпай жаңа әкімді қоршай отырған үркердей ақсүйек топтың жанынан табылды. Мәселе айтпақ болған біреулердің сөзін қағып, берекесін кетіріп отырды. Бірақ сұрақ қоймақ болып, орнынан Қанибек көтерілгенде таласпай үн қатпады. Құрдасының күндізгі айғайынан жүрегі шайлығып қалған сияқты. «Ауылнай бауыр» деп сөз бастады Қанибек. «Бауыр несі? Мырза деңіз, Қуат Үсенович деңіз» деп ақсүйек топ шу ете қалды. «Вич демей-ақ қояйын. Үсеннің ұлы Қуат дейін». Қанибектің жауабы күлкі шақырды. «Халықпен танысам, білсем деп келген екенсің. Оның жарады. Десе де нақты халықты сөйлетпей, мына бір тоқ қауымның қаумалауынан шыға алмай қалған жарамады. Бұл ауылда қанша жылдан бері шешілмей жатқан мәселе көп. 9 жылдық мектепті бітірген балаларымыз 8 шақырымды жаяу жүріп, көрші Қалжыр ауылына қатынап оқиды. Қыс ішінде ит құс тие ме деп бәріміз балаларымызға алаңдаулымыз. Ауыл ішіндегі арықтардың көзі бітелгелі қай заман. Арықтың тек нышаны ғана қалған. Қол шапалақтап қошемет білдірген ауыл халқы Қанибектің сөзін аяқтатпады. Осы сәтті пайдаланған Қуат әкім өзі сөз алды. Бәрі болашақтың ісі. Ұзын арқан, кең тұсау жауап екенін сезген ауыл тұрғындары бұл жаңа басшының да жаңалыға келмейтінін, жоғарлап кеткен ескі әкімнің сарқыншағы ғана екенін іштей болса да бағамдап үлгерді. Ауылнай Қуаттың қолтығына су бүркуге жарап қалған таласпайдың дерті күн санап өрши берді. Бітеу жарадай сыздаған ауруының атын өз анық білмейтін әйелмен сөйлесті. Мол денелі әйнектің айтқаны бұның сырқатын қоздыра түсті. «Сен сат деп барғанда қотыр құнанын қимайтындай Қанибек кім екен? Бізден артықпын деп отыр ма? Қалада оқитын ұлын айтып, ана өтештің асында Сәбиляның мақтанғаны бар ма? Алла оларды бір күн асқақтатса, бір күн жерге қаратар». Бұл сөздерден соң таласпай өзі жоспарлап ойға алған, алайда жүзеге асыруға жүрексіген ісін орындауға бетін бекем буды. Содан соң Қанибек құнанын бұған өз ұстатып жібермесе, таласпай аты құрысын. Ұлының қалада оқитыны мақтан болып па? Бұның да ұлы қалада оқи алады. Таласпайдың ойына ақылы оқудың бір жылын толық төресе де үлгерімі нашар болып, оқудан шығып қалған баласы оралды. Таласпай іштей өзін Қанибектен кемқор сезініп кетті. Осыдан соң ібіліс ісін орындамасқа амалы қалмады. Жан дүниесін жайлаған жын оның адамдық кейпін қашырып, арамза сұрқын асырды. Бұл сәтте Қанибектің үйші еш алаңсыз отыр еді. Гүлім әкесіне Қамбар батыр жырын осымен 3-ші рет дауыстап оқып беріп отыр. Әкесіне қызының әдемі даусы ұнай ма, әлде жыр кейіпкері сұлу назым ұнай ма, әйтеуір қайталатып оқытуға құмар. «Басқа кітап оқысаңдаршы, қайталап қоса беретін күй табақ құсап қалдыңдар ғой». Сәбила қағытып қойып тоқымасын жалғастыра берді. «Қамбар батырдың тұлпары мен тазысын айтсаңшы. Сол екеуін суреттеген тұстары керемет» деп әкесі сүйсінген сайын Гүлім сол суреттеулерді қайталап оқиды. «Мына екеуінің қорлығын-ай, ит пен аттан басқаны білмедіңдер ғой». Бұл жолы Сәбила әкелі балалы екеуін ашық жақсы көре тіл қатты. Тете ағайынды Асқар мен Асқаттың өз қызықтары өздерінде, ортақ тақырыптары жоғарғы 2 сыныптағы ең сұлу қыз туралы. «Айша өте әдемі, менше солай» деп бастады Асқар. «Қойшым, несі әдемі? Мұрны қаздың тұмсығындай, одан да біздің сыныптағы Айгүл көрікті». «Сенің қап-қара Айгүлің сен үшін ғана көрікті шығар. Ол өзін аққу сезініп паңсынып жүреді. Айша есептерін көшуге береді. Жөн айтуға да шебер өзі. Кешегі алгебрадан алған 4-ің Айшаның еңбегі екен ғой». Асқат ағасын ұрымтал тұста ұстап алғанына мәз болып шиқылдай күлді. «Балалар, кеш болып кетті. Ертең ерте тұрасыңдар, кәне ұйықтаңдар» деп дауыстады әкелері. Әке сөзін екетпей үйренген ұлдар бірден жастыққа бас қойса да, өзара қағытпаларын қоймады. Гүлім батырлар жырын кітабын басына жастанып, тәтті ұйқыға кетті. Қанибек көпке дейін көз ілдіре алмады. Неге ұйқысы қашты? Өзі де түсіне алар емес. Салмақтап көрсе, бәрі өз ойындағыдай орын-орнымен тұр. Мал жаны аман. Оқудағы тұрысбегі
көрші Амантайдың үйіне қоңырау шалып амандығын білдірдім. Бірақ неге көңіл құсы шырылдап бір маза табар емес. Түн ортасы ауған шақ. Үй іші тегіс ұйқыда. Кірпігі әзер айқасқан Қанибек бір түстің ішінде малтығып жатыр. Апырау, бұл түсі ме? Жоқ, өңі ме? Езуі кере қарыс бір құбыжық алдымен үйіне кірді. Бұл қаһарланып айғайлап атой салған соң шыға берді. Бірақ біржолата кетіп қалмай қоражайға қарай сырғақтады. Қанибек орнынан тұрмақ болып еді. Өне бойын басқан бір зіл батпан салмақтан тіпті сөйлей де алмады. Ал аналбасты қораға жетіп те қалды. Не ойы бар бұл дүлейдің? Малынан ала алмаған не өші бар? Алдымен кер құнанның шошына кісінеген дыбысы құлағына келді. Содан соң аласапыран болып кетті. Әне, көк бие омыраулап келіп, құбыжықты тапап өтпек болдым. Оған дес берер қаражың көрінбеді. Көк биенің қолындағы ұзын шырпысымен жасқап, ары қарай өтті. Иә, қолында сіркенің шырпысы. Тым ұзын, ебедейсіз ұзын шырпыны мұның алғаш көруі. Тынысы дарылып, тұла бойы қысылды. Терге малшынып, қимылға келе алмады. Құбыжық кердең басып, қораға кіріп кеттім. Қанибектің қасиет көріп жүрген жылқыларына жетіп барды да, әлгі ұзын шырпысын тұтатып лақтырды. Өрт басталды.
Көк биенің киесі. Әңгіме. 2 бөлім. Айзат Рақыш. Өрт басталды. Міне, анық көрді. Өрт ішінде керғұнаны қалып қойды. Қасқа құлын енесіне қарай жұлқына ұмтылды. Көк бие көз алдында өрт көрінген керғұнанға қарай шыңғыра кісінеп тұра ұмтылды. Құбыжық қарқ-қарқ күлді. Оның зор өңеші күлген сайын бүлкілдеп, тым қорқынышты көрінді. Көк бие жан таласа кісінеп өртке қойып кетті. Қанибек көк биенің құлағына анық жеткен кісінеуінен оянып кетті. Бүкіл денесі әлгі бір зілмен әлі де құрсауланып қалғандай. Бірден атып тұра алмай, өз денесін өзі билей алмай біраз жатты. Құлағында сол аш жүн, алапат өрт, құбыжық күлкі. Қанибек орнынан атып тұрды. Манағы салмақты сілкіп тастап, терезеден сыртқы үңілді. Қараса, шынында да қорасы жанып жатыр. Бұл не, Алланың аяны ма? Әлде жай ғана сәйкестік пе? Түсі мен өңін ажырата алмай қалған отағасы асығыс үсігіс киініп шығуға беттеді. Сақ ұйықтайтын Сәбиланың сұрағына жауап беруге үлгермеді. Атып шыққан бойда қорасына қарай жүгірді. Екі аяғына тас байлап қойғандай жүгіре алсашы. Әупірімдеп жүріп қораға келді. Шөп жиылған шарбақ өртене бастапты. Көк бие тура түсіндегідей азан-қазан дыбыстардың арасынан ерекше күңіреу кісінеді. Бұл ащы дыбыс баласынан айырылған бейбақ ананың зарында естілді. Не қайран қыларын білмей, сілейіп қалған отағасына Сәбила көмекке келді. Балалар да келіп қалыпты. Бұл жерден кетіңдер, Асқар, бар көршілерді оят. Көке, бұл көк биенің даусы ғой. Сәбила, ішке кірмеңдер, мен көршілер келгенше амалдай тұрайын. Әкелері қас пен көздің арасында қызыл тілі жалмаңдаған жалынға ене берді. Асқаттың қолынан қораны айналып жүгіргеннен басқа ештеңе келмеді. Сәбила сылқ етіп күзгі сызды жерге отыра кетіп зарлай жылады. Бала шағасының ризық үшін жылдар бойы жиған ырыс құты бар малы өртеніп кете ме? Бетіне жел болып тиіп көрмеген қосағы сол өрттің ішінде. Бір сәт еңірей жылаған әйелдің зары мен қараңғы қораның бір бұрышында ажалмен дар айқаста қайран қала алмаған көк биенің төбе құйқаны шымырлата кісінеген үні астасып кетті. Екеуі де ана зар еді. Қос түнде де ажал өртін айқасқа шақырған қайрат бартын. Сәбила жылап отырып оң жағына қараса, қызы жоқ. Құдай-ау, малсақ қызы өртке кіріп кеткен бе? Ойбай, гүлім, қайдасың? Апа, қорықпа, мен үйге барып қораға келіп тұрған электр тоғын сөндіріп келдім. Асқар, көкесі, қайдасыңдар? Көке, кіші аға, дыбыстаңдаршы. Ана мен қызы күздің қара суығынан ба, әлде қою қараңғылықта кісі қолынан жасалған қиянаттан ба, жапырақтай дірілдеді. Апа, біреу жанармай шашыпты. Өрттің күш алып кеткен содан екен, нені істейміз? Көкем. Қара түнде қолындағы даусы құраққа шыққан ана мен балалардың дауыстары қалың ұйқыдағы ауылды тегіс аяқтарынан тік тұрғызды. Бір кісідей дереу жеткен ауылдастар өртке қарсы тұрды. Бұл кезде Қанибек қорасынан жылқыларын шығарып үлгерген болатын. Көк бие қауіпсіз жерге өзі атылмай, алдымен төлдердің тұмсығымен жылдам итеріп шығарып, елді таң қалдырды. Жануар екеш жануардың аналық махаббаты көргендердің көзіне жас үйірді. Бірақ бөлек қораға қамалған ұсақ малдары жалынан жасқанып, қораның түкпіріне қарай қашып, үлкендерді көп әбіреге салды. Ақыры Қанибек аман алып қалған малына шүкірлік етіп, ешбір жанды тәуекелге тікпеді. Ұйқыларын қаз етіп, тыныштықтарын беймаз еткен бұл күзгі таң ауылды үрейлендірді. Осы күнге дейін қасақана өрт жағдайы болып көрмеп еді. Жаздың ыстық күні болса бір сәрі. Жаңбырдан соң дымқыл тартқан шөп өз-өзінен тұтанбасы хақ, суық қолдың араласқаны бесенеден белгілі болып тұр. Тәртіп сақшыларына шағымданған Қанибек болмады. Бар айтқаны Алладан тап жазаңды деген бір ауыз сөз болды. Таласбай өз жоспарының шешуші тұсында дар ұпайын түгендеп алғысы келді. Құрдасының шаңырағына қал жағдай сұрасқан болып барып, оны тағы да саудаласуға мәжбүр етті. Ең бастысы өздерің амансыңдар, Қани. Көп күйінбе, түгел өртеніп кеткен шөпті тездетіп сатып алуың керек. Ол үшін қыруар ақша қажет. Ана кер дөненіңді маған сат. Өткенде сен ұрысқан соң ақылға келдім. Жорға ғой өзі, соймаймын. Өсіріп қызығын көрсем деймін.
Күтімін білмей бар жатсам, өзінен кеп сұрап тұрамын ғой. Қанибек ойға кетіп отырғанда, жиылмаған дастархан шетіне жантайған әйнек Сәбилаға тура осы әңгімені айтып жаттым. Ақыры екі жақ келісімге келіп, Керқұнан Таласбайға сатылып кете барды. Әзәзіл тұтатқан өрттің енді ғана нағыз күшіне енген шағы осы болды. Таласбай Керқұнанға арқан салып, тақымына басып, жетегіне алып шыға бергенде, Көкбие соңынан тұра қуды. Құнанды ажалға бара жатқандай, соншалықты ышқынан дыбыс берген биесін көріп, Қанибек өз ісінің дұрыс-бұрыстығын бажайлай алмай қалды. Мына көрініс көңілін үркітті. Кердөнен арқанан босап кетуге қанша тырысса да, тақымы мықты Таласбайдан ақыры құтыла алмай жетекке еріп кете берді. Қанибек көрші Қалжыр ауылына шөп сатып алу мәселесін шешпек болып, ақ танауына мініп жолға шықты. Таласбай сүйрегенде етіп отырып әкелген Құнанды бір сағатта кідіртпей пышаққа түсірді. Өзін күтіп отырған туған туыс дос-жарандарын жинап, Құнанды шырқырата жақты. Көкбие шарбақтың сыртында аласұрды. Ана жүрегі шыдай алмай, биік шарбақтан секіріп, ішке кірмекке әрекеттенді. Оның сөзіне қауіп әкелді. Төлін құтқара алмай, өзі сидаға түсті. Мұны көрген Таласбай айызы ғана көкке қарап қарқ-қарқ күлді. Осы кезде биенің соңын ала келген Гүлім мен Асқат шарбақ сыртынан айғайлады. Талас аға, сіз Керқұнанды соймаймы деп көкіме уәде беріп едіңіз ғой. Уәде Құдай ат емес пе? Гүлім ақсары жүзін жас жуып, егіліп жылап, булығып сөйлей алмады. Кетіңдер бұл жерден. Сатып алған соң не істесем де өз еркім. Тайып тұрыңдар, әйтпесе ит қосып қамын. Көкбие жаралы, Асқат қара, қарны не болған? Гүлім-ау, Көкбие сидаға түскен бе? Енді не істейміз? Екеуі шарбақ түбінде үрпейіп тұрды да қалды. Көкбие азуын ақситып бауыздалуға тақалған Құнанның үстіне түсті. Қолында селебе пышағы бар 4 баққара оны аямай басына теуіп қалды. Малды басқа теуге болмайды ғой Асқат деп Гүлім екі иығы дірілдей ағасына тығылды. Малдың кесі ұрады дейді. Тепкен адам оңбайды деседі. Асқат көкесінің аузынан естігендерін айтып, өзін-өзі қайраттандырды. Сұмдық көрініске дәті шыдамаған бірдекіл адам шарбақтан шығып кетті. Ал Таласбай 4 баққарамен бірге соғым сою ісін рахаттана жалғастырды. Ағалы қарындас екеуі үйлеріне қарай құстай ұшты. Көкелеріне айтулары керек, ол Көкбиені қалай құтқаруды әлбетте біледі. Ентігіп үйлеріне жетсе, көкелері үйде жоқ. Екеуі де жер бауырлап отыра кетті. Бұл жолы үміттері үзіле, зар шеге жылады. Сәбила шошып кетіп, балаларын ұшықтай бастады. Не болған сұрап еді, екеуі жуық арада тілге келмеді. Асқар, бұларға не болды? Қайдан келді өздері? Немене, менің Құнанымды сойып тастады ма? Әлде Көкбиені қамап алды ма? Айтсаңдаршы. Асқар жанары жасуарай қос бауырына төніп келді. Гүлім алдады деп айтуға ғана мұршасы келді. Мұны естіген Асқар тысқа жүгірді. Оқыстан пері көргендей қайта кірді. Апа, деді жыламсырай дауыстап. Бәрі далаға шықты. Көкбие есіктің алдында тұр. Гүлім барып басын құшақтай бергенде, бие бар салмағымен құлап түсті. Ойбай, мынау сидаланып қалыпты ғой, енді қайттым, кімді шақырдым? Сәбила көршілеріне қарай жүгіре жөнелді. Көкбием, мынадай жараңмен қалай жеттің? Ішің жарылып барады ғой. Гүлім биенің басын құшып селкілдеп жылап отыр. Гүлім, жыламашы, сенің көз жасың Көкбиеміздің жанарына құйылып жатыр деп Асқар қарындасын жұбатпақ болды. Жоқ, биенің өз жасы ол, Көкбие де жылап жатыр. Даусы тарғылдана шыққан Асқат Таласбайдың үй жағына жұдырығын түйе қарады. Ойламаған жерде қимылсыз жатып қалған Көкбие 4 аяғын көкке салып, ақтарлауға жақын қалған шек қарын шайқап, аман қалудың соңғы малын жасады. Сезімтал жылқы жаны ажалының таяп қалғанын мойындағандай соқ жатты. Басын ұстап отырған Гүлімге жанарының бар мөлдірлігімен қарады. Оның жасаққан жанары Гүлімге түкке тұрғысыз әлден үшін арпалысқан мына қоғамның айнасындай көрінді. Жібек жалынан сипап, биенің жасын сүрткен қыз оны ыстық құшағынан босатар емес. Алғаш ат мініп үйренген соң көкесі осы Көкбиені бұған атаған болатын. Жүрісі керемет еді өзінің. Ауылдастары Қанидың мәшинесі деп атайтын. Көкбиеге мінсе болғаны Гүлім заңғар шыңға шыққандай айрықша арқаланып кететін. Енді соншама сыралғы досы өлім құшуға таяу. Қане балалар, былай тұрыңдар, шипасы жоқ бұның, бауыздау керек тез етіп, әйтпесе арам қатады. Көрші ұлан ағайының бұл сөздері
Гүлімге тым жеркенішті естілді. Жоқ, деді қыз жан ұшырып, соймайсыңдар менің биемді. Бір шешімі болу керек қой, болу керек. Қызым-ау, жануардың қарны жарылып бітіпті ғой, бұдан ары қинамайық. Соңғы жақсылығымыз осы болсын. Ұлан ағайынның мұндай қатал екенін бұрын неге білмеген. Күліп амандасып, мейірлене қарайтын жалған екен ғой. Гүлім биесінің басын жібермеген күйі, жас толы көзімен оған тағы қарады. Көк бие мұның құшағында жатып, тұңғиық көзін жұмды. Ол көздер енді қайтып ашылмайтын еді. Мен мал дәрігері боламын. Бұл Гүлімнің көк биесіне берген серті болатын. Әзәсі салған өрт Қанибектің үйінен ойысып, Таласбайдың шаңырағына беттеді. Сол күнгі оқиғадан соң балалар тез есейіп кеткендей көрінді. Әсіресе Гүлім оңаш отырып ойға бататын. Көк биенің көз жасы оған көп жайтты жан түкпіріне ұялатты. Биені қоршай жылап отырған бұларды көрген, көкесінің аһ ұрғаны да есінен кетер емес. Киесінен неге қорықпайды екен? Таласбайды мен қарғамаймын, жазықсыз жануарлардың киесі жібермейді ғой деп күңіренген еді жан көкесі. Бұл жайдан құлағдар болған ауылдастары жылу жинап, Қанибектің жоғының орнын бір-ақ күнде толтырды. Өрттен кейін ес жиып алсын деп саған айтпап едік. Өзіміз кеңесіп, әркім шама шарқынша жәрдемдесуге ұйғарғанбыз. Мал сатпай тұра тұрсаң игі болар еді-ау. Кәрмен қария Қанибекке арнайы келіп, ауылдастардың жұмылған жұдырықтай жәрдем беруге даяр отырғандарын айтқанда, Сәбила көз жасына ерік берді. Онысы бір жағы Құдай қосқан қосағының ел алдында сыйлы екендігін мақтан көруі, екінші жағы кеше ғана өткендей болған өрт сойқанын ұмыта алмағаны. Келін шырағым, сен ақылсың ғой, жылап жаманырын бастамам, бала-шағаң аман есен, соған шүкіршілік ет. Ағасым, мен малым өлді деп жыламаймын, бірлігі мықты ауылым бар деп қуанып, мұрны бітіп қалған Сәбиланың сөзін отағасы жалғады. Қиын күнде қол ұшын бергелі отырсыңдар, соған көңілі босағаны ғой келініңнің. Менің қорқатыным Таласбайды қосшылығының киесі ұрмаса болғаны. Қанибек соңғы кезде әбден мазасын қашырған, Таласбай жайлы қалай айтып салғанын өзі де аңғармай қалды. О, не дедің? Таласбайдың ісі ме бұл? Дәлелім жоқ ағасы, бірақ сол екені сөзсіз. Кәрмен қарт әлденеден секемденген раймен отырып қалды. Сәлден соң, обал сауапты білмей пендешілік жасаған екен. Киесінен де қорықпапты жануардың. Бір Алла сақтасын өзін, деді. Малдың кие сұрады деген не тәйірі? Таласбай осылай деп талтаң қағып, көңілін көктем күй жайлап жүріп жаттым. Осы едің шығармайтын жоқ. Адым аттаса, ырымға сенеді, қолы қимылдаса, күйе, қасиет деп қалдырайды. Көзге көрінбейтін бір наным сенімдермен өмір сүретін Таласбай ма? Жоқ. Жоқ, бұл жалғанды жалпағынан басатын Таласбай. Ауыл өмірі еш өзгеріссіз өтімен қаңтар орталанды. Жаңа кім ауыл ішіндегі қалың қарды аршытуға да қауқарсыз болып шықтым. Ескі шатырға екпіндей кірген қар мектеп ғимаратының еңсесін басып жіберді. Ескі әрі жұқа төбе ақыры шыдас бермей, тура сабақ өтіп жатқан сәтте опырыла құлады. Оқушылар сынып бөлмесінен коридорға ұмтылды, ал бұрынғы аспаз, қазіргі ұстаз Ақлима өз қызына жүгірді. Бұл жайт ауыл тұрғындарын ашындырып жіберді. Олар Қуат басына ертіп алып, мектепке келді. Қуат балам, өз көзіңмен көрші, мектептің жайы осы міне. Кәрмен мектепке сөйлей кірді. Ал әкім сіміләсін айтып, есік көзінде қалды. Онысы кіруге қорыққаны. Әкім балам, сен бұл мектепке кіруге қорқып тұрсың. Ал біздің балаларымыз осы апатты мектепте оқып жүр. Кәне, сен де кір, тәуекел деп. Тұрғындар шулап қоя берді. Әкім көмекшісімен бірге жауаптарын жұптады. Мектепке кірмесем де сыртынан ахуалын аңғарып тұрмыз. Материалын береміз. Ата-аналар өздері жөндеу ісімен айналыссын. Иә, Қуат Усинович, дұрыс айтасыз, тездетіп кетейік. Аудан орталығында жиналысқа үлгеруіміз керек. Көмекшісі есіне түсірген жиналысқа асыққан әкім көлігіне отырып тайып тұрды. Ауданға барып, жеделде жұмақ орнаттым дегенден де тайынбайтын шығарып. Оған күмәнім жоқ, даурыға бермеңдер. Одан да керекті материалды әкімнен тездетіп алып, мектептің төбесін жөндеу жайын ақылдасайық. Кәрмен қарияның сөзі жиылған жұрттың аптығын басты. Бұл саршұнақ аяздың айласын асырған қаңтардағы жалғыз жаңалық болатын. Тып-тыныш ауыл өмірін Таласбай бұзды. Қос ұлын жұмысқа аямай салды сол күні. Үлкені қанатты әбден жігерледі. Оқы деп қалаға жібергенде ел қатарлы оқи алмады. Енді ауылдың ауыр жұмыстың қандай болатын көрсін. Мүмкін сонда оқуға зейін ашылар.
осылай өзінше ұлын жазалағансып, оған бүкіл шаруаны шаш етектен үйіп төгіп тапсырды. Өзі жанында қарауылдай қақайып кетпей жүріп алды. Жылқылар шөпті көп бере берме, қыс аяғы қалай болады? Одан да біраз темідеп жайылсын. Бар, бәрін ауылдың жоғар жағына қарай айда. Артынан ұсақ малды да шығар. Қанатқа бұйрық берген Таласбай өзі де ат үстінде. Қанат құлықсыз қимылдап қора жаққа беттеді. Әй, оңбай кеткір, тездет. Ана күрең ат қыршаңқы болып кетіпті. Ұлы мұрын астынан сөйлеп, әлденен түсіндірмек болып еді. Таласбай аяғыға басты. Қалада 2 ай жүріп, атқа мінуді ұмытып қалғансың ба? Мін күреңге. Ұлы ашуланып барып, күреңді басқа бір ұрды. Оны ұрып соғып қыршаңқы еткен өзі болатын. Тұс жетіне аш таяқ тие берген соң, күрең ат шайпау болмай қайтсын. Бұл жолы ол тісін ақситып қоя салмады. Бір орнында шыр қиырылып, көзге көрінбес шеңбердің ішінде тұрғандай шыр айналды. Айнала беріп, жасқанып тұрып қалған Қанатты аямай теуіп жіберді. Мұрттай ұшқан ұлын көріп, атынан аунап түскен Таласбай жан дәрмен жүгіріп жетті. Дегенмен қандай да бір көмек жасауға тым кеш еді. Жас жігіттің бет-аузы соққыдан қисайып, құбжық түргеніп келмеске аттанып кетіпті. Ойбай, ойбай, бұл терезеден ұлының құлағанын көре сала, семіз қаздай шоқырақтай жеткен әйнектің даусы. Әйелінің баласының үстіне төне құлаған сәті Таласбайдың көз алдына кер құнанды қорғамақ болып, оны денесімен көлегейлеп жан таласқан көк биені елестетті. Бәлкім, сол сәтте тілсіз жануар дәл осы әйнек секілді зарланған шығар. Бірақ оны естіген Таласбай болды ма? Жоқ, күллі жұрт кие туралы айта берген соң, өзі де сол жоқ ұғымға сене бастаған ба? Өз санасында қатар көлбеңдеген қос көріністің астарын мойындағысы келмей, ұлын құша құлады. Балам, Қанат, тұра ғой. Кәне, енді ашуланбаймын, тұра ғой. Ұлының қан жауып кеткен бет жүзінен оны тану мүмкін еместін. Бұл айғай-шуды естіген көршілерді жетті. Қанды көріністен қатып тұрды да қалды. Ауыл тарихында мұндай сұмдық кісі өлімі бұрын болып көрмеген. Қарауға дәттері бармай жер шұқып қалған көршілердің ішінен Жәмила әжей сүйретіле алға шықты. Әйнек қарғам, бекем бол енді. Әжейді тыңдаған әйел болмады. Зарлай жылап, ұлының өлді денесінен айрылар емес. Жаманат хабар ауылға тез тарады. Қаралы рәсімдерге шақыртпай-ақ келетін ауыл қазақтары жылдам жиналды. Күні аза тұтудан басталған Таласбайдың үй ішін аямаған жан қалмады. Елдің алды болып келген Қанибекті көрген Таласбай еңкілдеп жылап, орнынан атып тұрды. Қанияу, айдың күннің аманында тепсе темір үзетін ұлымнан айырылып қалдым. Қайғыдан өртеніп тұрған құрдасын Қанибек құшақтай алды. Жұбатарға сөз таппады, бар болғаны қатты қысып құшақтады. Оқыстан Таласбай мұны жұлқып жіберіп айғайға басты. Сен көкпен өлгенде менің қарғадың ба? Қарғап бедің, қарғысың балама тиді ме? Қанибек жағасына жармасқан Таласбайға қарсыспады. Жаны азаға толы Таласбай шерін шығарып алсын деді ме? Тек тыңдап тұра берді. Ұлымды сен өлтірдің. Кие деп, обал сауап деп миымды шұқып едің. Өз сөзіңе күллі ауылды да сендіріп, елдің бәр маған қарсы қойдың. Ұлым, сенің қарғысыңа ұшырап, көз алдымда өлді. Қанибек қарулы қолдармен Таласбайдың уысынан босап шықты да, тірі жанды қарғап көрген емеспін. Талас, күйігіңді бас, мықты бол деп қайта құшақтады. Алып тұлғалы құрдасында құшағында Таласбай еңіреп жылап, бүкіл жұртты өзімен бірге зар елетті. Таласбай күйігін оңайлықпен баса алмады, себебі әйелі сол күннен соң ақылынан адасып, ессіз күйге түсті. Айтатыны күйе ұрды ұлымды, шоқының кес атты құлынымды. Күні түні осылай аңылдап, аруақтай үй ішін кезіп жүретінді шығарды. Таяқтап та көрді, қамшымен де ұрды. Ондағысы ес жияма деген үміті болатын. Жоқ, ес жимады. Ұрса жаны рақат тапқандай солқ-солқ күледі. Қыз алдына тамақ апарса, Керғұнаның еті емес пе деп шошына шыңғырады. Ол қыздары да әбден қасірет шекті. Ұзын бойлы Таласбай ұлының қырқына жетпей-ақ шөгіп кетті. Еңкіш тартып, қайғыға мойынсұнғандай қалпы бар. Қанаттың қырқына ауылдың тайлы таяғы қалмай жиналды. Әйнектің есі кресіз жағасыл түрін көріп, ел тегіс шошынды. Біз аяғына не табады бұл бейшара, Құдай аясын міскінді. Таласбай соңғы жылдар кеуделеніп, тәкаппарланып кетіп еді. Кеудесін Құдай басқан екен. Қой, мұндай қайғыны дұшпаныңа да тілемейсің ғой. Күйе ұрған шаңырақ бір тураласа, қайтадан бой көтере алмайды екен.
Тіл көз тигенді дұға жасап қайтарып жатады ғой, мұның да бір емі бар шығар. Әйелдер арасындағы бұл сыпсыңды Жәмила әже тоқтатты. Баяу дауыспен сөйлейтін Салиқалы әжей өсек сөзге тұсау салды. Жә, қаралы үйді сонша сынағандар не? Бұларың ессіздік, әне, ұл-қыздары бізден бір жылу күтіп, үміттеніп қарайды. Доғарыңдар енді. Ағайыншылықтарың осы ма? Өсек сөз өрекпіп барып басылды. Бірақ тура осы сәтте ешкім күтпеген жан шошырлық көрініс орын алды. Ортаға әйнек жүгіріп шықты. Екі қолтығынан демеп ұстаған абысына жындарын итеріп тастап, көзінен жас аққанша күлді. Оның неше түрлі дауыспен құбылған күлкісі жұрттың жағасын ұстатты. Мұнымен де тынбаған қаралана жерге отыра қалып, еденді тырналап қарқылдай берді. Оның ендігі дауысы күлкіден гөрі қарға құзғынның дауысына көбірек ұқсайтын еді. Естерін білмеген екі қызы аналарына жетіп барды. Тек қос мұңлықты аналары көрген де, естіген де жоқ. Ол қарқылдай берді. Апа, үйге жүр деп жеткіншек қызы етегінен тартты. Апа деп шырылдады кенже қызы. Перзенттерінің шырылы әйелді есінен тандырған қайғы тұңғиығынан арашалай алмады. Таласбай оқ жыландай атып тұрып әйеліне жетіп келді. Оны бір қолымен отырған орнынан оп-оңай жұлып алды. Әй, есуас, жетер енді. 40 күн шыдадым саған, енді шыдамаймын. Бұл менің де қайығым, мен де азалымын, мен де ұлымнан айырылдым. Неге сен ғана сенен адастың? Мені жазалаған түрің бе? Тоқтат енді. Қайғы, ашу, өзі де түсініп үлгермеген ию-қию, қым-қиғыш сезімдер айқасында Таласбай әйелін шоққи берді, сілкей берді. Әйелінде сол баяғы жұртты қорқытқан үрейлі күлкі. Не тынысы бітіп күле алмай қалмайды, не демігіп басып тынбайды. Кезекті рет әйнекті жұлқи беріп еді, бір әлуетті қол мұны қатты қысып тоқтатты. Адам танудан қалып бара жатқан Таласбай құрдасын шыраматты. Осы қасіреттен тек сол ғана құтқара алатындай Қанибектің аяғын құшып, қайғы сахарын төкті. Қанейім-ау, аяшы мені, кешір мені. Шайтан азғырып, әзілдің тілін ердім, күшігіңді улап өлтірдім. Оны өзің де сезген шығарсың. Содан да қарғыс жіберген сенсің ғой. Қораңа әдейі өрт қойғанда менмін. Кешіре көрші мені. Кер құнанға обал жасадым. Енді ешқашан жылқы етін жемеймін. Кешірші мен сорлыны қанияу. Көкпеге тіккен көзім ағып түссін. Мені кешірде, мына қасіреттен құтқаршы. Сен кешірсең әйнекте, дертінен айығар. Жалынам, кешірмет маған. Тізерлеп алған, аяғын құшқан құрдасын Қанибек қолынан тартып тұрғызып алды. Ол сонда да қайта енмек болып тырмысып бақты. Жылқышының қарулы қолдары оны еркіне жібермеді. Талас, екеуміз де пендеміз. Пенденің өмірін пенде шешпейді. Кешірімді Алладан сұра. Мен саған тіпті өкпелі демеспін. Еңсеңді тіктеші. Бұрынғы адуынды Таласбай болшы. Жоқ, бұрынғы Таласбай жоқ, ол жоқ. Ол ұлымен бірге өлген, мен өлдім. Бүкіл денесі дірілдей жылаған құрдасын Қанибек жас балаша бауырына басып ұзақ тұрды. Жиналғандардан жыламаған жан қалмады. Атанасы тіреулікке айналған 3 бірдей жетімек өздерінің алдынан тағдыр нендей тұзақ құрғаннан бейхабар күйде запыран жас төге берді. Көк бие Керқұнанымен қатарласа шауып келіп, ауыл сыртына аял қылды. Ол ауылына мерлене қарап сәл тұрды. Ойламаған жерден көк биенің құйрық жалы айдаһардың жалына ұқсап, сусылдап, от шашып, Таласбайдың үйіне қарай ағызып келе жатты. Соңым.